Сәлеметсіздер, сіздермен бірге мен Сары Мысық. Мен жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте керемет модты көрсетемін. Осы интернетте ең атақты болып отқан тағы да бір модтардың бірі. Және бұл модты Майнкрафтқа скачать етіп сатып алған болатынмын. Майнкрафтқа скачать еткенмін. Десеңіздер болады. Бұл модта бізде Горзилла, Кайзо және басқа да разные титандар бар. Бұл мод өте керемет. Және өте қымбат тұрады. Неше көп сөйлемей видеоға кірісейік. Ал сіздер видеоға лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Сіздер көріп тұрыңыздар, осындай модта бізде өте көп Горзилла сияқты үлкен титандар көрсететін болады. Шынымен мен осы модтың алдында, осы видеоның алдында мен осы жерге бір титанды шығарған болатын, үлкен Горзилланы. Және көріп тұрыңыздар, оның не істегенін көріп тұрсыздар. Барлық жерді жарып қиратып тастаған. Және мына заттар содан шыққан заттар еді. Мысалы, мынау осындай өте күшті нәрсе. Өстіп жарып жіберуге болады. Жақсы достар, енді сіздерге осы модтағы өте үлкен тіршіліктерді көрсетейін. Бірінші очередь бізге олар жайлы кітапты оқу алу керек. Көріп тұрыңыздар, осындай бізде кітаптар бар. Және бұл кітапта осылар жайлы жазылған болатын. Осы жерде осындай өте үлкен титандар жазылған. Мысалы, бұл жерде көптеген құбыжықтардың бәрі разные кинолар, анимелерден алынған болатын. Және бұлардың көпшілігі кинода бар. Сіздер көргенсіздер, танисыздар деп ойлаймын. Және ең қызығы, бұл модты жасаған адамдар осы Майнкрафттағы модтармен осы құбыжықтарды біріктірген. Сол Майнкрафттағы модтардың тек тұрғысы сырт жақтарын осы алып құбыжықтарға ұқсатып жасатқан және құсатқан. Сондай істеген болатынсыздар. Шынымен бұл мод өте керемет және өте алып құбыжықтар бар. Жақсы, енді келесі құбыжықтарды көрсетейік. Бірінші кітап оқып алады. Бізде осындай көптеген титандарды көріп тұрмыз. Және олар жері осы жерде жазылып тұр. Мысалы, мына титанда 4 жұлдызы бар екен. Осындай жазылған. Келесі кітапта бізде шамамен осы құбыжықтарды қалай шақырудың реттері жазылған секілді. Ал енді біз құбыжықтарды көрсететін боламыз. Мына транзаттар осы құбыжықтардың алынған нәрселер. Мысалы, осындай нәрселер бар. Мысалы, мынада 45 уровендегі балта бар, өте мықты балта. Шынымен бұл балта Горзилланың сүйектерінен жасалған. Көріп тұрыңыздар, бір отармен барлық модтарды өлтіреді. Ал енді біз өзіміздің титандарға кірісейік. Бірінші біздің титанымыз көріп тұрыңыздар, өте күшті көрінеді. Бірінші титанымыз осындай қолбен сияқты титан құбыжық. Қараңыздар, осындай өте ауып отыр. Қолбенде тек тұрғысымен жасалған осындай ауып құбыжық. Ұйықтап қалыптыздар. Ұйықтап атырсыздар, қараңыздар. Осындай қолбеннің істерінде жасалынған осындай шошқа секілді үлкен титан қазір ұйықтап қалды. Бұны шынымен бұл құбыжық осындай. Бұның қабілеттерін десеңіздер, бұл осындай мүйізбен істей алады, және аузымен үлкен кректер жасай алады, сондай. Жақсы, ұйықтай берсін. Келесі титанымызды көрейік. Қараңыздар, дауысы өлеңі өте керемет көрінеді. Мынауын атып көрейік, оянат жерсін. Мынаған бәрібір құбыжықтармен бір-бірін соғыстыратын сөзі оянат жер. Жақсы, келесі титанымызға кірісейік біздің. Келесі титанымыз бізде осындай үлкен Кайзо. Осының Кайзо дегенде үлкен алып жылан есепте болады. Және бұл өте үлкен сары жылан. Міне
мынау жиынды бізде ребят айтылып жатыр. Осы қажет сіздерге айтқан болатын, аузын күйік шаша болып деген. Және код бойынша біздің жуаннан ештеңе шықпайды. Және өте көп өттарымыз қайтты. Бірақ мына кішкене демалып жасам болады. Кішкене асқа кетіп қойып әйтпесе мына жақтың бәрі өте қирақ бітті. Осының себебінен мен Майнкрафтта выживание емес торске түсіргенде бұл жақта выживание болу мүмкін емес. Сіз сразу выживание болып құмыршыққа жақындамай жатсаңыз да сізді өлтіре салады. Өйткені біздің титандар өте мықты десеңіздер болады. Шынымен мына тұрған сары жуаннан осындай бір көз шығу керек еді. Және бұл көз бізде мінекей осындай сары түсті от шашалады. Біздің жуанның көзі болатын. Шынымен де жуанның қабілеттеріне от шашу, блоктарды сындыру және тағы да өте мықты қабілеттер, мықты жасайды. Ал қабандыққа сүзу, тағы аузына үлкен крекпен волналар шығарып шабуылдай алады екен. Жақсы, біздің енді келесі титанымызды көрейік. Уже екі титанның шайқасы өте керемет болды. Және бұл өте күшті болды. Келесі бізде осындай нәрсе бар. Шошқа титаны бізде алысқа уақыттар жіберді ғой. Кетіп қалайық. Что мына жер өте қауіпті. Осы жерге шығаратын сияқтымыз. Келесі титанымызды. Нені? Шамасы ол титан емес, вообще де қандай бір ауып құбыршықтың қаңқасы секілді, еще ол уже тірі емес секілді қараңыздар. Өліп қалған бір ауып құбыршықтан қаңқасы өліп қалған секілді. Осы сонда құбыршықтан қаңқасы ол тірі емес, обычный зат. Келесін шығарайық. Келесі бізде осындай нәрсе бар екен. Мына танисыздар ма? Егер Кайзо жайлы кино, аниме көрсеңіздер, мына тура Кайзо жайлы кинодағы ауып тіршілік және бұлар интернетінің версиясының интернет